Аса құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, құрметті қатысушылар, добрый день, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые гости, диссертант. Кеңесті өткізу үшін кворум жиналды, кворум жиналды. Қарағанды медицина университетіне қарасты медицина білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңестің отырысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Күн тәртібінде Рүстембекқызы Жансаяның медицина білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындалған жүктілік алдындағы семіздікпен ауыратын жүкті әйелдерде қабыну медиаторлары мен темір алмасуының молекулалық маркерлерінің қауымдастығы тақырыбындағы диссертациясын қорғау. Бұл диссертация Қарағанды медицина университетінде орындалды. Ғылыми кеңесшілері отандық ғылыми кеңесші Тайжанова Дана Жұмағалиевна, медицина ғылымдарының докторы, Қарағанды медицина университетінің ішкі аурулар кафедрасының профессоры. Шетелдік ғылыми кеңесші Камличенко Эдуард Владимирович, медицина ғылымдарының докторы, медициналық білім беру институтының денсаулық сақтауды ұйымдастыру және қоғамдық денсаулық кафедрасының профессоры, Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің акушерлік гинекология және репродуктология кафедрасының доценті, Санкт-Петербург қаласы, Ресей Федерациясы. Ресми пікір берушілер: Құрманалина Гүлнар Алупановна, медицина ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, номері 2-ші ішкі аурулар кафедрасының меңгерушісі, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің Ақтөбе қаласы, Қазақстан Республикасы. Хамидуллина Зайтуна Гадиловна, PhD докторы, профессор, номер 1-ші акушерия және гинекология кафедрасының меңгерушісі, Астана медицина университеті, Астана қаласы акушер-гинекологтар федерациясының төрағасы, Астана қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының бас акушер-гинекологы, Астана қаласы, Қазақстан Республикасы. Ізденушінің жеке іс құжаттарымен таныстыру үшін сөз диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы PhD Стабаева Лейла Медеубайқызына беріледі. Рахмет. Лейла Медеубайқызы, сізге сөз. Рахмет. Қайырлы күн, аса құрметті төраға, құрметті диссертация кеңесінің мүшелері. Докторант Рүстембекқызы Жансаяның жекесінде Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті талап ететін тізбегі сәйкес барлық құжаттар бар. Барлық құжаттар белгіленген мерзімде тапсырылды. Мінездемені оқуға рұқсат етіңіздер. Рүстембекқызы Жансая 2015 жылы Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің жалпы медицина мамандығы бойынша медицина бакалавры академиялық дәрежесі берілді. 17 жылы Қарағанды мемлекеттік медицина университетіне қарасты интернатура жалпы медицина мамандығы бойынша бітіріп, акушер-гинеколог дәрігері атанды. 2020 жылы Қарағанды мемлекеттік медицина университетіне қарасты резидентура акушерия және гинекология, соның ішінде балалар гинекологиясы мамандығы бойынша бітіріп, акушер-гинеколог біліктілігін аяқтады. 2020 жылы бастап еңбек жолын Қарағанды қаласының облыстық клиникалық ауруханасының номер 1 перинатальдық орталығында жұмыс жасап бастады. Сонымен қатар 2020 жылы еңбек қызметінің келесі кезеңі докторантураға түсу болды. Докторантурада оқу жылдарында PhD доктор дәрежесін алу үшін ұсынылған жүктілік алдындағы семіздікпен ауыратын жүкті әйелдерді қабыну медиаторлары мен темір алмасуының молекулалық маркерлерінің құрамдастығы тақырыбында диссертация жұмыс жазды. Докторантурада оқу кезінде диссертация тақырыбы бойынша 4 ғылыми жұмысы жарық көрді. Оның ішінде 3-і Қазақстан Республика ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған ғылыми басылымдарды бір жарияланған Scopus ақпараттық базасының кіретін халықаралық ғылыми басылымда авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерін енгізу туралы 3 авторлық куәлігі бар. 23 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қарағанды медицина университетінің акушерлік және гинекология кафедрасының оқытушы зерттеуші постдокторантура қызметін атқарып жүр.
жекесінде отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілердің пікірлері, Қарағанды медицина университеті ішкі аурулар және акушерлік және гинекология кафедрасының 2024 жылғы 30 мамырындағы кеңейтілген отырысының 10 қорытындысы бар. Онда диссертация көпшілік алдында қорғауға ұсынылған. Диссертация мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама ұлттық орталығында техникалық тексеруден өтті. Осылайша ізденушінің іс құжаттары Қазақстан Республика ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің белгіленген талаптарына сәйкес келеді. Назарларыңызға рахмет. Лейла Медигровасына қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақ болмаса, онда диссертациялық жұмыстың негізгі қағидаларын баяндау үшін сөз докторант Жансая Рүстембекқызына беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері және құрметті қонақтар. Құрметті диссертациялық кеңес төрайымы, диссертациялық кеңес мүшелері, ғылыми жетекшілер, сіздердің назарларыңызға жүктілік алдындағы семіздікпен ауыратын жүкті әйелдерде фагну медиаторлары мен темір алмасуының молекулалық маркерлерінің қауымдастығы тақырыбында орындалған диссертациялық жұмыс бойынша баяндамамды ұсынуға рұқсат етіңіздер. Зерттеу тақырыбының өзектілігі төмендегідей факторлармен негізделеді. Соңғы жылдары жүкті әйелдер арасында семіздік пен анемия жиі кездесіп қана қоймай, бұл екі патология өзара тығыз байланысты болып отыр. Бұл жағдай дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2023 жылғы деректері бойынша акушерлік тәжірибеде күрделі клиникалық мәселелердің біріне айналды. Қазақстандағы ұлттық статистикалық бюросының деректері бойынша жүкті әйелдердің 40%-ында анемия кездеседі, ал семіздік деңгейі соңғы уақытта тұрақты түрде тіркеліп өсіп отыр. Семіздік жүктіліктің ағымына, ұрықтың дамуына және босану нәтижелеріне теріс әсер етеді. Сонымен қатар созылмалы субклиникалық қабыну үрдісімен сипатталып, темір метаболизмінің бұзылуына алып келеді. Бұл өзгерістердің нәтижесінде анемияның даму қаупі артады. Қазіргі таңда семіздікпен байланысты анемияның даму механизмі әлі де толық зерттелмеген. Зерттеу мақсаты жүктілікке дейінгі семіздігі бар жүкті әйелдерде анемияның дамуында қабыну және темір алмасу маркерлерінің байланысын бағалау. Жүргізілген зерттеу нәтижесінде бірқатар маңызды ғылыми жаңалықтар алынды. Біріншіден, алғаш рет пепсидин деңгейінің анемия үшін маңызды маркер ретінде рөлі дәлелденді. Семіздігі бар жүкті әйелдер пепсидин деңгейінің айтарлықтай жоғары болып, анемия даму қаупін едәуір арттыратыны көрсетілді. Екіншіден, семіздік жағдайында қабыну процестерінің белсенділігі дәлелденді. Интерлейкин 6 цереактивті ақуыз деңгейлері семіздігі бар топтарда айтарлықтай жоғары болды. Бұл семіздік кезінде төмен дәрежелі созылмалы қабыну процесінің жүріп жатқан және олардың анемияның дамуына ықпал ететіндігін дәлелдейді. Үшіншіден, гепсидин, ферритин, эритропоетин, интерлейкин 6 және цереактивті ақуыздардың біріктірілген деңгейлері семіздігі бар жүкті әйелдерде анемияны ерте кезеңде жоғары дәлдікпен диагностикалауға мүмкіндік беретіні көрсетілді және осы жаңалықтар негізінде авторлық құқық куәліктері алынды. Сонымен қатар семіздік және анемияның босану ағымына және перинатальды асқынуларға қосарланған әсері салыстырмалы анализбен бағаланды. Зерттеу дизайны зерттеу жұмысы Қарағанды медицина университетінің биоэтика жөніндегі жергілікті этикалық комитетімен мақұлданған. Барлық қатысушылардан ақпараттандырылған келісім алынды. Зерттеу халықаралық этикалық нормаларға сай жүргізілді және зерттеудің клиникалық бөлімі Қарағанды облыстық клиникалық ауруханасында перинатальды орталығында жүргізілді. Зертханалық бөлімі Қарағанды медицина университетінің ғылыми зерттеу орталығында жүргізілді. Зерттеуге барлық қатысқан әйелдер саны 167 және дене салмағы индексінің анемияның болуына байланысты 4 топқа бөліп қарастырылды. Бірінші топ дені сау әйелдер бақылау тобы, екінші топ анемиясы бар жүктілер, үшінші топ семіздігі бар жүктілер, төртінші топ семіздік пен анемия қатар кездескен жағдайда. Және барлық әйелдерден темір алмасу маркерлері және қабыну маркерлері ифа әдісімен анықталды. Олардың нәтижелері статистикалық талдау арқылы жүргізілді. Зерттеу топтардың клиникалық сипаттамаларына тоқталып кететін болсақ, жалпы жасы мен жүктілік мерзімі бойынша топтар арасында статистикалық маңызды айырмашылық тіркелген жоқ. Орташа жас барлық топтар арасында 28-34 жас аралығын құрады. Семіздік дене салмағының индексі мен гемоглобин деңгейі арасындағы статистикалық маңызды айырмашылықтар бұл зерттеудің мақсатына, міндетіне сәйкес келеді.
және бірінші міндет зерттеу жұмысы бойынша жүктілерде темір метаболизміне жауапты гепсидин, ферритин және эритропоетин деңгейі мен қабыну белсенділігін сипаттайтын интерлейкин 6 цереактивті ақуыз деңгейлері анықталды. Осы маркерлердің концентрациялары зерттеу топтарында, яғни анемиясы бар, семіздігі бар және екі патология қатар қосарласқан жағдайда қаншалықты өзгеретіндігі бағаланды. Және бұл слайдта темір алмасу маркерлерінің гепсидин, ферритин, эритропоетин деңгейлерінің салыстырмалы нәтижелері ұсынылады. Ферритин деңгейі бойынша ең жоғарғы деңгей бақылау тобында тіркелді 19,7 және ең төменгі деңгей семіздік пен анемия қатар кездескен жағдайда 4-ші топта тіркелді. Гепсидин деңгейі бойынша керісінше ең жоғарғы деңгей анемия мен семіздік қатар кездескен жағдайда тіркелді және ең төменгі деңгейі бақылау тобында 538-ді құрады. Эритропоетин деңгейі бойынша жоғары деңгейлер бақылау тобы мен анемиялық топта 81 мен 72 арасында және сонымен қатар ең төменгі деңгейі 51 анемия мен семіздік қатар кездескен жағдайда 4-ші топта тіркелді. Және темір алмасу маркерлерінің зерттеу топтары арасындағы айырмашылығына тоқтала кететін болсақ, гепсидин деңгейі бойынша бақылау тобы мен патологиялық топтар арасында статистикалық айырмашылықтары тіркелді және патологиялық топтар арасында ешқандай статистикалық айырмашылық тіркелмеді. Эритропоетин бойынша бақылау тобы мен семіздігі бар топтар арасында статистикалық маңызды айырмашылық тіркелді, бірақ анемиялық топ пен бақылау тобының арасында статистикалық маңызды айырмашылық тіркелмеді. Ферритин деңгейі бойынша барлық дерлік топтар арасында статистикалық маңызды айырмашылық тіркелді. Жалпы алғанда бұл талдау нәтижелері темір алмасу маркерлерінің деңгейлері анемия мен семіздік жағдайында әртүрлі дәрежеде өзгеретіні және бұл өзгерістердің статистикалық тұрғыда сенімді екенін көрсетеді. Қабыну маркерлерінің Краскил Уоллес критерийі бойынша әр топта деңгейлеріне сипаттама беретін болсақ, екі маркерде С реактивті ақуыз та интерлейкин деңгейі бойынша да ұқсас өзгеру байқалады. Анемиялық және бақылау топтарында бастапқы деңгейлері бірдей болса, семіздік тобында 3-ші топта 1,5 есеге дейін жоғарылаған, ал семіздік пен анемия қатар кездескен жағдайда олардың жоғарылауы 2-2,5 есеге дейін өскен. Қабыну маркерлері арасындағы жұпаралық айырмашылықтарға тоқталатын болсақ, С реактивті ақуыз бойынша және интерлейкин 6 деңгейі бойынша да анемиялық топтар және бақылау топтары барлық семіздігі бар топтармен статистикалық маңызды айырмашылықтарды көрсетті. Алынған нәтижелер негізінде қалыптасқан қорғауға ұсынылатын тұжырым жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша гепсидин жүкті әйелдердегі анемия даму механизмінде шешуші рөл атқарады. Атап айтқанда, анемия мен семіздік қатар жүрген жағдайда гепсидиннің 3 есеге дейін жоғарылауы байқалады. Зерттеу жұмысы бойынша екінші міндет ретінде предгестациялық семіздігі бар және анемияның босану үдерісіне және жаңа туған нәрестенің денсаулығына асқыныстары салыстырмалы бағаланды. Сондай-ақ бұл жағдайлар анемиямен, семіздікпен және олардың қосарласқан жағдайда қандай байланыста екені анықталды. Бұл жерде 4 топ арасында қаншалықты жиіліктен кездесетіндігін көруге болады. Асқыныстардың гестациялық диабет және гипертензия бойынша семіздік пен анемия қатар кездескен топтарда 4-ші топта ең жоғарғы деңгей тіркеліп отыр, ең жоғарғы жиілік тіркеліп отыр, 33%-тан және 25%. Сонымен қатар иық дистациясы, ұрық және Апгар шкаласы бойынша 7 балдан төмен нәрестелердің дүниеге келуі бойынша 3-ші топта семіздігі бар әйелдер тобында ең жоғарғы деңгейлер тіркеліп отыр. Сонымен қатар 4-ші топта да семіздік пен анемия қатар кездескен жағдайларда бұл асқынулардың жиілігі жоғары, бақылау тобымен салыстырмалы түрде. Алынған нәтижелер негізінде қалыптасқан қорғауға ұсынылатын тұжырым зерттеу нәтижелері семіздік пен анемияның өзара әсері жүкті әйелдерде босану үдерісіне және нәрестелердің жағдайына теріс ықпалын тигізеді. Атап айтқанда, семіздік пен анемияның қосарлануы келесі перинатальды асқынуларға алып келеді. 3-ші міндет жүктілікке дейінгі семіздігі мен анемиясы бар жүкті әйелдер арасында темір алмасу маркерлері мен қабыну маркерлері арасындағы корреляциялық байланыстарды бақылау. Қабыну маркерлері мен дене салмағы индексінің арасында корреляциялық байланыстар анықталды және дене салмағы индексінің интерлейкин 6-ның арасында оң күшті корреляциялық байланыс анықталды және дене салмағы индексі мен С реактивті ақуызының
арасында орташа күшті оң корреляциялық байланыс анықталды. Және сонымен қатар қабынудың екі молекулалық маркері интерлейкин 6, цереактивті ақуыз арасында корреляциялық байланыс көрсетілген бұл слайдта. Нәтижесінде екі маркер арасында әлсіз, бірақ статистикалық сенімді оң корреляция байқалады. Интерлейкин деңгейі жоғарылағанда цереактивті ақуызында жоғарылауға тенденциясы бар екенін көрсетеді. Және гемоглобин гепсидин арасында теріс корреляциялық байланыс анықталды. Бұл жерде гепсидиннің деңгейі жоғарылаған сайын гемоглобиннің төмендейтінін көруге болады. Бұл дегеніміз гепсидин деңгейі жоғарылаған сайын гемоглобин деңгейі төмендеп, және бұл кері байланыс гепсидиннің анемия дамуында тікелей әсер ететінін көрсетеді. Гепсидиннің дене салмағы индексі арасындағы байланыс әлсіз оң байланысты, бірақ статистикалық маңызды байланысты көрсетті. Алынған зерттеу нәтижелерінің негізінде қалыптасқан қорғауға ұсынылатын тұжырым, зерттеу нәтижесінде қабыну және темір алмасу маркерлерінің жүктілікке дейінгі семіздікпен анемияның өзара байланысы бағаланды, және семіздікпен байланысты созылмалы қабыну жағдайын сипаттайтын маркерлерінің болжамдық мәні анықталды. Және төртінші міндет, жүктілікке дейінгі семіздігі бар жүкті әйелдерде анемияның даму механизмін сипаттай отырып, оны ерте диагностикалау және алдын алу мақсатында қабыну және темір алмасу маркерлеріне негізделген болжамдық модель әзірленді. Бұл жерде көптік регрессияның нәтижесі көрсетілген. Бета коэффициенті 10 және статистикалық маңызды айырмашылықты көрсетеді, және статистикалық маңызды маркерлер ретінде интерлейкин 6, цереактивті ақуыз, гепсидин деңгейлері сенімді түрде дене салмағы индексімен байланысты екенін көруге болады бұл жерде. Және R квадрат 0 625-ке тең, яғни дене салмағы индексінің өзгерістері осы маркерлермен ассоциацияланатынын көруге болады. Және осы көптік регрессия моделінің сенімділігі мен статистикалық жарамдылығын тексеру үшін қалдықтардың қалыптылығы және графикалық тексерулер жүргізілді. Гистограмма және QQ көптік регрессиялық модельдің дұрыстығын, қалдықтардың айқын бұзылушылықтар жоқтығын және қорытындыларын сенімді екенін көрсетеді. Логистикалық регрессияның екі түрлі бағытта жасадық. Бірінші бағытта семіздікпен қабыну маркерлерінің ассоциациясын көрсету мақсатында, бұл жердегі модельдің дәлдігін тексеру мақсатында рок анализі жасалған болатын, және диагностикалық маңыздылығы аудан астындағы қисық 0,989-ға тең болды. Және әрбір маркерді жеке семіздікпен ассоциациясын тексерген жағдайда интерлейкин 6, цереактивті ақуыз және гепсидин статистикалық маңызды ерекшелікті көрсетті, және жоғары диагностикалық мәнге ие. Сонымен қатар анемияның болжау моделі жасалды. Анемияның болжау моделінде гепсидин дене салмағы индексі, цереактивті ақуыз, интерлейкин 6 маркерлері бойынша статистикалық маңызды көрсеткішті көрсетті, және бұл құрылған модель классификация дәлдігі 77,8% көрсетеді, және аудан астындағы қисығы 0,864-ке тең, және бұл дегеніміз анемияны болжауда сенімді құрал екенін көрсететін модель. Сонымен қатар анемияны болжау мақсатында әрбір маркерлерді жеке қарастырған жағдайда статистикалық маңызды айырмашылықты тек гепсидин көрсеткіші ғана көрсетті, және оның аудан астындағы қисығы 0,710-ды құрады. Бұл жоғарғы диагностикалық мәнге ие. Және осы құрылған прогностикалық модель негізінде анемияның диагностикалық алгоритмі құрылды, яғни препистациялық семіздігі бар жүктілерде гемограмма алу арқылы анемияның бар жоғын анықтағаннан кейін, егер анемия бар болған жағдайда оның диагностика жүргізіліп сәйкес ем жүргізіледі, ал егер анемия жоқ болса, жоғарыда атап өткен гепсидин, интерлейкин, цереактивті ақуыз дене салмағының индексін есептеп, оларды формулаға салу арқылы қауіп деңгейін анықтауға болады. Және бұл қауіп деңгейін Хосмер-Лемешовтың интерпретациясына, болжамдылық ықтималдық интерпретациясына салдық. Осылайша үш қауіп деңгейін анықтадық. Төменгі қауіп деңгейінде бақылау жүргізіледі. Орташа қауіп деңгейі анықталған жағдайда
биомаркерлерге қайта тексеру жүргізеді және жоғары қауіп деңгейі анықталған жағдайда ACLG дейтін 2021 жылы ұсынған анемияның алдын алудағы темір препараттарын ұсынамыз 30 мг төмен дәрежеде, және осы диагностикалық алгоритмге патент берілді. Және сонымен қатар осыған дейінгі жүргізілген салыстырмалы анализ, корреляциялық анализ, регрессиялық анализ негіздерінде жоғары дене салмағы индексінің төмен дәрежелі қабыну үрдісі арқылы анемия дамуының патогенетикалық механизмін түсіндіретін осындай патогенетикалық даму механизмін жасап шығардық. Алынған нәтижелер негізінде қалыптасқан қорғауға ұсынылатын тұжырым гепсидин, ферритин, эритропоетин, интерлейкин 6, цреактивті ақуыз деңгейлерін бірлесіп бағалау жүкті әйелдерде анемияны ерте анықтауда тиімді әдіс ретінде ұсынылады. Бұл тәсіл анемияның даму қаупін жоғары дәлдікпен болжауға мүмкіндік береді. Және осыған дейінгі жүргізілген зерттеулер нәтижесінде алынған авторлық құқық куәліктері назарларыңызда. Зерттеу қорытындыларын оқымауға рұқсат етіңіздер. Аса құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, Рүстембек қызы Жансайға қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к диссертанту? Саламатсыздар. Сұрақ қойғым келіп отыр. Қандай маркерлерде ең күшті байланыс анықталды? Неге осы атап өткен маркерлерді таңдадыңыз? Және де қандай болжамдық модельдер жасалды және олардың айырмашылығы неде? Осыны түсіндіріп айтып берсеңіз. Лашан Құрбанғалиевна, қойылған сұрақтар үшін рахмет. Маркерлер арасында корреляциялық күшті байланыстар анықталды. Бұл интерлейкин мен дене салмағы индексі арасындағы оң корреляциялық күшті байланыс анықталды. Бұл R0,561-ге тең болды. Және дене салмағы индексі мен цреактивті ақуыз арасында орташа оң корреляциялық байланыс анықталды. Сонымен қатар дене салмағы индексі мен гепсидиннің арасында оң әлсіз корреляциялық байланыстар анықталды. Және болжамдық модель бойынша, болжамдық модельдің біз 3 түрін жасаған болатынбыз. Скоттық регрессия бойынша біз негізі дене салмағы индексінің қабыну маркерлерімен және темір алмасу маркерлерімен ассоциациясын көрсету мақсатында жасаған болатынбыз. Және логистикалық регрессия бойынша 2 түрлі модель жасады. Оның бірінші моделі семіздіктің осы қабыну маркерлерімен және темір алмасу маркерлерімен ассоциациясын тексеру мақсатында. Және үшінші моделіміз бұл анемияны болжау моделі болды. Соның ішінде ең маңызды анемияны болжау моделі. Бұл модельді бойынша біз патентке бердік және диагностикалық алгоритм жасап шығардық. Лашан Құрбанғалиевна, сұрақтарға жауап берді. Қанағаттанасыз ба? Қанағаттандым, рахмет. Аса құрметті әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз болса, есть ли еще вопрос? Тамас, рұқсатта? Тамас. Тамас. Құрметті Жансая Рустамбек қызы, мен сұрайын дегенім. Логистикалық регрессияны қай мақсатпен қолдандыңыз? Бірінші сұрақ. Тағы бір сұрақ. Сіздің результаттарың бойынша қай аттестациялық мерзімде қолдану тиімді именно нәтижелер? И үшінші сұрақ. Именно клиникалық практикалық жағынан және бағасы жағынан. Ең тиімді биомаркер қайсы болады? Рахмет. Құрметті Ақылбек Балашевич, сұрақтарыңыз үшін рахмет. Ең бірінші сұраққа жауап бере кететін болсам, логистикалық регрессия не үшін қолданылды? Біз анемияның болжау моделін жасағымыз келді. Яғни біздің ең бастапқы мақсатымыз
тігі преддистациялық семіздігі бар жүкті әйелдерде анемияның дамуын зерттеу болды, және осы тұста біз анемияның даму қаупін анықтағымыз келді, және сол бойынша біз диагностикалық алгоритм жасап шығардық, және 3 даму қаупін жасап шығардық. 3 даму қаупін анықтадық. Және бұны тәжірибеге енгізуге тырысып жатырмыз қазіргі таңда. Және екінші сұрақ бойынша қандай гестациялық мерзімде бұл диагностикалық алгоритмді қолдануға тиімді. Негізі біздің ұсынып отырған диагностикалық алгоритм және анемияны болжау моделі жүкті әйелдердің бірінші триместрда жүктілік бойынша есепке тұру кезінде қолдануға ыңғайлы. Өйткені біздің зерттеу жұмысымыз жүктілікке дейінгі тіркелген семіздік жағдайында шақыратын анемиямен байланысты. Және үшінші сұраққа жауап бере кететін болсам, бағасы бойынша ең тиімді биомаркер, бұл маркерлердің ішінде С-реактивті ақуыз болып табылады. С-реактивті ақуыз, бірақ жалғыз маркер ретінде преддистациялық семіздігі бар жүкті әйелдерде анемияның диагностикасына жеткіліксіз болып табылады. Сондықтан біз интеграцияланған түрде осы маркерлерді анықтауды ұсынамыз. Басқа гепсидин, интерлейкин 6 маркерлермен қоса зерттеуді ұсынамыз. Сондықтан ең бағасы бойынша тиімді биомаркер С-реактивті ақуыз, бірақ гепсидин мен интерлейкин 6 қосылған жағдайда жоғары дәлдікті береді. Ақылбек Балашевич, диссертанттың жауаптарына қанағаттанасыз ба? Рахмет. Құрметті әріптестер, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Есть еще вопросы? У меня вопрос следующего плана. Вы обнаружили корреляцию между интерлейкином 6 и ЦРБ в третьем триместре беременности не повышается. Да? Возникает вопрос, а эта связь, она физиологическая или патофизиологическая, которую вы установили? Сұрақ түсінді ма? Қазақша аударайық па? Негізі интерлейкин 6 немесе С-реактивті ақуыз бойынша жүкті әйелдерде, жүкті емес әйелдерге қарағанда олардың референсті аралықтары айырмашылық көрсетпейді. Яғни бұл дегеніміз бұл маркерлердің дене салмағы индексінің жоғарылауымен корреляцияны көрсетуі бұл тек төменгі дәрежелі семіздікпен байланысты, қабынумен байланысты екенін көрсетеді. То есть физиологической связи вы не находите? Патофизиологиялық байланыс. А чем тогда объяснить, что у здоровых тоже это обнаруживается? Ну, литературные данные посмотрите, интерлейкин 6, у нее естественно, связь с ЦРБ, это вообще у женского организма, ЦРБ это плюс-минус бесконечность. Бізде осы корреляциялық байланысқа дейін салыстырмалы анализ жүргізген болатынбыз краскилы олис арқылы, и ол жерде осы интерлейкин төмен және интерлейкин және С-реактивті ақуыз бойынша ең төменгі деңгейлер бақылау топтарында тіркелді. Біз сонымен қатар оны корреляциялық анализбен қосымша түрде дәлелдедік. Маркеры воспаления были ниже группы контроля по сравнению с группой 4, да? На этом основании провели рисунок. То есть это не коррелировало с анемией, получается, да? Анемия плюс ожирение 4 группы. У меня просто почему-то в материалах методов написано, что 4 группа это ожирение без анемии. Видимо, ошибка, да? В аннотации вы дали 4 группы без анемии, только ожирение. Аннотацию это хотели в пародии. Потому что в этом диссертации и в таблице 4 группа она анемия плюс ожирение.
Хорошо, Есть спасибо. ошибка. И тогда вопрос, соответственно, второй. Если это патофизиологическая, по вашему мнению, связь, то можете ли вы эту патофизиологическую цепь описать? Аха. Так, Илья Сулейменович, сұрағыңыз үшін рахмет. Бұл жерде біз патофизиологиялық патогенезді қарастырып отырмыз. Және бұл жерде біздің болжамымыз бойынша, жүргізілген анализдер бойынша ең бірінші семіздігі бар әйелдерде цитокиндер жоғарылайды. Біздің жағдайымызда бұл интерлейкин 6. Интерлейкин 6-ның жоғарылауы бұл бауырда С-реактивті ақуыздың жоғарылауына алып келеді. Және осы болып жатырған қабыну маркерлерінің жоғарылауы өз кезегінде әрі қарай гипсидиннің жоғарылауына алып келеді. Гипсидин жоғарылаған кезде ішектен энтероциттер арқылы темірдің сіңуі төмендейді. Осылайша әйелдерде темір жеткіліксіз анемия дамиды. Медиаторы воспаления, которые повышаются при анемии плюс ожирении, они приводят к увеличению уровня гипсидина, что приводит к снижению всасываемости жидкости в кишечнике, и поэтому у них развивается анемия, беременных с ожирением. Первично у нас получается что? Ожирение, наверное, первично. Ожирение как хроническое воспаление. И тогда последний вопрос. У вас в методах статистической обработки описаны в основном непараметрические методы. Но выборка достаточно большая, да, там по 40 человек в группе, соответственно, возникает вопрос, а чем обусловлена была необходимость использования непараметрических методов и какой характер распределения был? Илья Сулейменович, сұрағыңыз үшін рахмет. Статистикалық талдауларды бастамас бұрын біз ең бірінші оның таралуын зерттедік. Осы таралу кезінде қалыпты емес таралу болғаннан кейін біз параметрлік емес критерийлерді қолдандық. Бұл біздің жағдайымызда Манауи және Краскелла-Уиллис анализдері және Хи-квадрат Пирсона салыстырмалы анализ ретінде. Когда распределились? Дұрыс емес таралуы болды, сондықтан. Распределение отличное от нормального, поэтому... Спасибо. Так, кто назвал? Еще есть вопрос? Нет, спасибо. Вы удовлетворены? Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Есть ли еще вопросы, уважаемые коллеги? Есть у вас? Пожалуйста. Так, Жансая, сіз ұсынып отырған анемияның диагностикалық алгоритмін тәжірибелік дәрігер қалай қолдана алады? Есілі ма? Тәжірибелік дәрігерлер сіздің алгоритмді қалай қолданады? Біз жүргізілген логистикалық регрессияның нәтижесінде анемияның диагностикалық моделін жасап шығардық. Бұл диагностикалық алгоритм бойынша предгестациялық семіздігі бар әйелдер емханаға келген уақытта жүктілікті жоспарлап жүрген уақытында немесе жүктіліктің ерте гестациялық мерзімдерінде келген уақытында оларға жалпы қан анализін алу жүргізіледі және олар егер осы қан анализінде гемоглобиннің төмен деңгейі тіркелген болса, анемия анықталған болса, ол кезде анемияның диагностикасы жүргізіліп, әрі қарай клиникалық хаттамаларға сәйкес ем жүргізіледі. Егер гемограмма бойынша анемия анықталмаған болса, бірақ предгестациялық семіздігі бар жүкті әйелдер болса, оларда біз гипсидин, интерлейкин 6, С-реактивті ақуыз, дене салмағының индексін, осы биомаркерлерді қаннан анализін алуын ұсынамыз және осы алынған анализдің нәтижелерін формулаға салуды ұсынамыз. Және бұл формуланы осы күйінде, осы формула ретінде де қолдануға болады және сонымен қатар бұл формуланы Excel таблицасына салып, калькулятор ретінде де қолдануға болады, немесе SPSS-ке салып есептеуге де болады. Және осыдан алынған нәтижелерді осы болжамдылық, ықтималдылық бойынша қарап 0,3
0,33-ке дейін, 0,3 пен 0,6-ның аралығында, 0,6-дан жоғары деп осы 3 қауіп деңгейін анықтауға көмектеседі клиникалық. Қанша уақыт алатында алгоритмді толтыру жаңағы Өткізу жылдам, өйткені бұл биомаркерлер ИФА әдісі арқылы анықталады. ИФА әдісі әдетте бізде бұл 2-3 сағат уақытында алынады нәтижелері, сондықтан оның нәтижелері шыққаннан кейін бірден формулаға салып анықтап алуға болады. 2-3 сағат уақыттығына алады. Рахмет. Жауабына қанағаттандыңыз ба? Это диссертация кеңес мүшелері, тағы қоятын сұрақтарыңыз болса. Есть ли еще вопросы, уважаемые коллеги? Менің бір сұрақтарым бар еді. Интерлейкин 6 екі есе жоғарылады депсіз, ал ферритин төмендеді депсіз. Анемиясымен семіздігі бар кісілерде. Ал ферритин бізде ол қабыну маркері болып табылады ғой, ол неғып ол төмендеп жатыр интерлейкин 6 жоғарылағанда. Ондай бола ма? Ол бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, бұл кісілердегі анемия жүктілердің анемиясы ма, темір тапшылық анемия ма, жоқ әлде созылмалы қабыну жағдайындағы анемия ма? То есть анемия хронического воспаления деген бар ғой, сол анемия ма? Онан кейін үшінші сұрақ, бұл жүктілерде анемиясы жүктілікке дейін болды ма, тек қана жүктілікте дамыды ма? Және бұл зерттеулерді жүктіліктің қай мерзімінде жүргіздіңіз? На каком сроке беременности? Онан кейін практикалық маңыздылығы бойынша бірінші маңыздылығы жазып үлгеріп жатсыз ба? Жүктілік қандай мерзімінде жүргіздіңіз? Содан туындайтын келесі сұрақ. Практикалық маңыздылығы гепсидин деңгейін бақылау жүкті әйелдерде анемияны ерте диагностикалауға мүмкіндік береді депсіз. Сонда қандай жүкті әйелдерде? Семіздігі бар ма, басқа әйелдерде ме? Просто здесь непонятно. Түсінді ма? И қандай жүкті әйелдерде семіздігі бар, семіздігі жоқ, болмаса барлық әйелдерде ме гепсидинді у всех беременных, получается, надо определять, или только с анемиями, или только анемия плюс ожирение, или только ожирение. Вот этот вопрос выяснить хочется. Сосын и алдындағы сұрақпенен шамалы сәйкес келеді менің сұрағым. Соныменен жаңағы гепсидин деңгейін жүктіліктің қай мерзімінде анықтау керек. Ол бізде хаттама бар ғой, жүктілердегі темір тапшылық анемиялар деген, дефицит анемиялар деген. Сол хаттамада да айтылып отыр ғой, анемияны анықтау керек, мынандай мерзімде жалпыған анализін тапсыру керек деп та, сонда сіздің ерекшелігіңіз қандай? Зачем его брать, если есть протокол? Түсінді? Сұрақтарыңыз үшін рахмет, Аршын Емелина. Және бірінші сұрақ бойынша интерлейкин 6-ның деңгейі әйелдерде семіздік жағдайларында жоғарылауы және ферритин деңгейінің керісінше төмендеуін қалай түсіндіруге болады? Интерлейкин, бұл жерде ферритин жайлы айтатын болсақ, бізде ең бастапқыда зерттеуге анемиялық топқа темір тапшылықта анемиясымен әйелдер алынған болатын, ал темір тапшылықта анемиясы бар әйелдерде олардан бастапқыда ферритиннің деңгейі төмен болады. Сонымен байланыстырамыз. Және интерлейкин 6-ның деңгейінің жоғарылауы, интерлейкин 6 деңгейінің жоғарылауы, бұл қабынумен байланысты жоғарылайды. Яғни бұл семіздік жағдайында жоғарылайды және дене салмағының индексі артқан сайын осы маркердің жоғарылауы байқалады. Және екінші сұрақ бойынша жүктіліктің қандай мерзімінде жүргізіледі гепсидинді анықтау? Гепсидинді негізінде жүктіліктің кез келген мерзімінде анықтау жүргізуге болады. Сіз жазып отырсыз ғой, анемияны ерте диагностикалауға мүмкіндік береді. Сонда ерте болғанда жүктіліктің
ерте мерзімінде ма, анемияны ерте мерзімінде Біз ма? анемияны ерте деп отырғанымыз, анемияға дейін темір тапшылықты жағдай болады. Анемия болмай тұрып, темір тапшылықты жасырын жағдай болады. Осы жағдайды ерте анықтап алу мақсатында қолдануға болады. Анемияға жетпей тұрып, соны айтқымыз келді бұл жерде. Аха. Және гепсидиннің екінші сұрақты қайталап жүрсеңіз, орысша немерені. Тек қана жүкті әйелдерде ма, барлық жүкті әйелдерде ма, семіздігінің бәрі жүкті әйелдерде ма, қай әйелдерде анықтаймыз сонымен гепсидин деңгейін? Оны ұсынып отырсыз практикада. Бұл жерде біз өзіміздің жүргізген прогностикалық моделімізді көрсете кеткім келіп отыр. Біз мына осында статистикалық маңыздылық көрсеткен барлық маркерларды бірге тексерген жағдайда предгестациялық семіздігі бар әйелдерде анемияның қаупін бағалау ретінде қолдана аламыз, анықтау ретінде. Және осы маркерлерді жеке анемиямен байланысын логистикалық регрессия арқылы зерттеген кезде тек қана соның ішінде тек гепсидин ғана статистикалық маңыздылықты көрсетті. Сондықтан біз бұл жерде гепсидин тек қана семіздікпен байланысты анемия емес, кез келген анемияның диагностикасы ретінде қолдануға болады деген нәтиже шығардық. Ал басқа маркерлермен қосарласқан жағдайда предгестациялық семіздігі бар әйелдерде анемияның қаупін анықтау мақсатында қолдана аламыз. Яғни бұл жерде біз логистикалық регрессияға сүйендік. Логистикалық регрессия бойынша жеке маркер ретінде гепсидин мен анемия арасында статистикалық маңызды көрсеткіштің болуына байланысты осында қорытындыға келдік. Рахмет. Аса құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, тағы қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Бар. Рүстембек Қожансай, қандай ғалымның жаңалығы сіздің диссертацияңызда бар? Қандай ғалымның? Научная новизна. Аха. Ғылыми жаңалық. Научная новизна. Бірінші. Біздің жұмысымыздың ғылыми жаңалығына тоқтала кетелетін болсам, біріншіден алғаш рет гепсидиннің деңгейінің анемия үшін маңызды маркер ретінде рөлі дәлелденді. Семіздігі бар жүкті әйелдерде гепсидин деңгейі айтарлықтай жоғары болып, анемияның даму қаупін едәуір арттыратынын көрсетті. Және семіздік жағдайында қабыну процестерінің белсенділігі дәлелденді. Интерлейкин 6 мен С-реактивті ақуыз деңгейлері семіздігі бар топтарда айтарлықтай жоғары болды, және бұл семіздікпен байланысты төменгі дәрежелі созылмалы қабыну дәрежесін көрсетеді. Және біз осыған дейінгі көрсеткен логистикалық регрессиялар нәтижелерінде көрсеткендей, осы зерттеуімізде жүргізілген гепсидин, ферритин, эритропоетин, интерлейкин С-реактивті ақуыздардың біріктірілген деңгейлерін анықтауды ұсынамыз. Анемия диагнозын нақты қоюды предгестациялық семіздігі бар жүкті әйелде. Және сонымен қатар біздің ғылыми жаңалығымыз, бұл тағы бір ғылыми жаңалығымыз, бұл семіздік пен анемияның босану ағымына және перинатальды асқынуларға қосарланған әсеріне салыстырмалы анализдің бағалануы. Именно семіздік әйелдерде и анемиясы болғанда, сонда? Семіздік пен анемия. Ізденушінің сұрағына жауабына қанағаттаныңыз. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда келесі кезеңге өтуге рұқсат етіңіздер. Рүстембек Қожансай отыруыңызға болады. Сөз бірінші ресми сарапшыға Астана медицина университетінің номер 1 акушерия және гинекология кафедрасының меңгерушісі, Астана қаласы акушер-гинекологтар федерациясының төрағасы, Астана қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының бас акушер-гинекологы, PhD профессор Хамидуллина Зайтуна Гадиловнаға беріледі. Мен фул профессор.
Құрметті диссертациялық кеңесінің төрағасы Ыржан Эмильевна және диссертациялық кеңесінің мүшелері. Рүстембек қызы Жансаяның жүктілік, алдындағы семіздік, ауыратын жүкті әйелдерді қабыну медиаторлы мен темір алмасын молекулар маркерлерінің қауымдастығы. Тақырыбандығы философия доктор PhD ғалымы дәрежесін алу үшін ұсынылған. Медицина білімі беру бағдарламасына бойынша диссертациялық жұмысына ресми рецензенті пікірі. Диссертация тақырыбаның бек-төкіне ғалымның даму бағыттарлары және немесе мемлекеттік бағдарларға сәйкес болуы. Диссертациялық жұмыс ғалымы тақырып аясында орындалған, зерттеу барысында алынған нәтижелер мен көтерілген ғалыми мәселе Қазақстан Республикасының денсаулықтың сақтау министрлігінің стратегиялық даму жоспарында көрсетілген. Ана мен баланың денсаулығына қорғау, перинаталдық асқынулардың алдын алу, аналар арасында сарқатынушылық пен өлім жетім дейінге төмендетті. Мақсаттарына толық сай келеді. Ғалымы үшін маңыздылығы. Жұмыстың ғалымы жанылған мен алынған нәтижелер ғалымы елеулі үлес қосады. Себебі жүктілікке дейін семіздік бар әйелдердегі анемияның дамуын болжауына арналған молекулалық маркерлер негізіндегі прогностикалық модель қолдану арқылы темір алмасу мен қабыну өндірістерінің патогенезін деген түсінге мүмкіндігін береді. Өзі жазу принципі. Диссертант барлық клиникалық материалды өзі бетінше жинап, өңдеп, статистикалық талдау жасап, нәтижелерді жалпылық сипаттамасын дайындаған. Ол диссертациялық жұмыстың барлық тараулардың өздігінен жазып, ресімдеген және оның ғалымы мақалалар 4 жарияланымында соның ішінде Scopus мәліметтер базаланасында енген рецензиялардың журналда жарияланған. Ішкі бірлік принципі. Жүктілікден семіздігі бар әйелдерде анемия қазіргі таңдағы маңызды медициналық және әлеуметтік проблема. Бұл патология аналар мен ұрықтың денсаулығына елеулі қауіп төндіреді. Жүктілік ағымына және перинаталдық нәтижелерге тікелей әсер етеді. Семіздік пен анемияның қатар кездесу жүктілік кезінде қабыну белсендірген арту мен темір алмасы мен бұзылмаған және өтеге тасымалдау жүйесіне сипатталады. Мұндай патологиялық үйлесімі жиі жағдайда ұрықтың гипоксиясы, шала туу, шала жетілгендік, плацентарлық жетілгесіздік, сондай ақ босану кезіндегі асқынулардың дамуымен қатар жүреді. Сондықтан бұл мәселені ерте диагностикалау және оны басқару ана мен баланың денсаулығына қорғау аса өзекті. Диссертациялық жұмыстың мазмұны тақырыпқа толық сәйкес келеді. Жұмыста жүктілікке дейін семіздігі бар әйелдерде дамытын анемияның патогенезі жан-жақтан зерттеліп, оның диагностикалау мен болжауына орналған. Молекулалық маркерлерін гепсидин, интерлейкин 6, С-реактивті ақуыз, ферритин, эритропоетин, дәне салмағының индексі деңгейлері мен өзара байланыстарға анықталған. Бұл зерттеу нәтижелері клиникалық практикада анемияны ерте анықтап, жүктіліктің 3-ші триместрдегі асқынулардың алдын алуға мүмкіндік береді. Диссертацияда қойылатын мақсат нақты және зерттеу тақырыбымен толық сәйкес келеді. Алға қойылған міндеттер зерттеу мақсатына жетуге бағдарланады және жүйелі түрде орындалған. Диссертация құрылымы логикалық тұрғаны үйлесімде. Әр бөлімі өзара сабақтас тақырып аясында жүйелі түрде өрбіген. Материалдар мен әдістер нақты көрсетілген. Алынған нәтижелер жүйелі түрде сипатталып, қорытындыларымен байланыстарымен ыстаталған. Жұмыстың жалпы құрылымы жұмысқа қойылатын талаптарға сай келеді.
Диссертация жұмыста автор және ғалыми шешімдер мен практикалық ұсыныстар енгізген. Атап айтқанда, жүктілікке дейін семіздік бар әйелдерде анемияны болжауға арналған жаңа прогностикалық модель әзірленіп, гипсидин, интерлейкан 6, С-реактивный акумус, ферритин, эритропоэтин сияқты молекулалық маркерлердің диагностикалық мені зерттелген. Бұл тәсілі жүктілік 3-ші триместрде асқыну қаупі ерте анықтауға мүмкіндік береді және денсаулық сақтау саласындағы алдын алу шараларының жетілдіруге бағытталған. Ғалымы жаңашылдық принципі. Зерттеу нәтижелері жаңа бұрын зерттелмеген тақырыпқа арналған. Гипсидин, интерлейкин 6, С-реактивті ақуыз, ферритин және эритропоэтин секілді молекулалық маркерлер мен қабыну медиаторлары дейінділері мен анемияның дамуымен байланыста алғаш рет жүктілікке дейін семіздік бар әйелдердің арасында кешенді түрде зерттеліп жаңа мәліметтер алынған. Жұмыста ұсынылған қорытындылар алғаш рет ғалымы айналымға енгізіліп отыр. Олар зерттелудің мақсатына мен міндеттеріне толық сай келеді және клиникалық тәжірибеге сүйенуге болады практикалық маңызы бар. Қолданылған зерттеу әдістері мен алынған шешімдер қойылған мақсаттарына жету үшін ғалымы негізделген. Жұмыста заману зертханалық әдістер ЭЛИСА мен статистикалық талдаудың регрессиялық анализ дәлелді тәсілдері қолданылып, зерттеу нәтижелерге нақты клиникалық интерпретациямен көшетілген. Негізі қорытындыларының негізделігі. Диссертациялық жұмыстың барлық негізі тұжырымдары алған нақты нәтижелерге негізделген және статистикалық талдау арқылы дәлелдеген. Жұмыс болжам немесе субъективті пікірге емес, ғалымы негізделген деректерге сүйеніп жазылған. Қорытындылар арасындарда қойшылық жоқ, олар бір-бірімен байланысты. Қорғауға шақырылған негізі ережелер. Негізі тұжырым жүктілікке дейін семіздігі бар әйелдерде анемияның дамуының гипсидин, интерлейкин 6, С-реактив ақуыз, ферритин және эритропоэтин маркерлерінің олардың өзара байланысқан мен диагностикалық мәні. Жүргізген зерттеу нәтижесінде алғаш рет осы маркерлердің дейінгелерінде өзгерістер анықтап, анемия дамуының патологиялық механизмдері сипатталған. Алынған нәтижелер жаңа тәжірибеге қолдануға жарамды және теориялық жағынан негізделген. Деректілік қағидаты. Зерттеу методикалық, заманы зертханалық және статистикалық әдістерге сүйене отырып құралды. ЭЛИСА әдісі арқылы гипсидин, интерлейкин 6, ферритин секілді маркер анықталды. Статистикалық талдау нәтижелері, логистикалық регрессия, рок талдау, диссертацияның ғалымы тұжырымдарын жоғары деңгейде дәлелдеп отыр. Жұмыста қолданылған әдістемелер қазіргі клиникалық практика және ғалымы зерттеулерде кейіннен қолданылатын заманауи зертханалық ЭЛИСА, биохимиялық және статистикалық СПСС әдістер. Бұл зерттеу нәтижелердің сенімділігі мен дәлдігін қамтамасыз етеді. Жұмыста ұсынылған патология-генетикалық модель және маркерлер арасында өзара байланысты статистикалық тәсілдері мен логистикалық регрессия, рок-анализ дәлелдеген. Бұл модель жүктілікке дейін семіздігі бар әйелдердегі анемия болжау үшін клиникалық тұрғыдан қолдануға ұсынылады. Автордың барлық негізі тұжырымдар ғалымы негізделген және дәлелді дәректі көздермен PubMed, Scopus, ВОЗ клиникалық хаттамаға және жетекші халықаралық журналдар расталған. Диссертация 193 ғалымы әдебиет көзі қолданылған. Олардың ішінде соңғы 5 жылда жарық көрген шетелдік және отандық жоғары импакт факторы басылымдар
әдебиеттер тізі ғалымы талаптарға сай және жеткілікті. Практикалық күнделік қағидаты диссертация жұмыс теориялық тұрғадың маңызды себебі алғаш рет жүктілікке дейін семіздігі бар әйелдерде анемияның дамуына әсер ететін қабыну және темір алмасу маркерлердің өзара байланысы ғалымы негізге сипатталған. Бұл патогенезді көбірек түсіндіруге бөле қосады. Жұмыстан нәтижелі тәжірибеде қолдауға ыңғайлы әсіресе жүкті әйелдерде арасындағы анемия ерте диагностикалау мен болжау мақсатында. Бұл перинаталық ақсанулардың алдын алуға және ана мен бала денсаулығына жақсаруға бағытталған. Жұмыста ұсынылған тәсілдер мен ұсыныстар бұрын қолданылмаған, олар жүктілікке дейін семіздігі бар әйелдерде анемияның даму қаупін болжауға және емдеу тактикасын нақтылауға мүмкіндік береді. Жазу және ресмisi сапасы. Диссертация материалды ғалымы стильде жазылған, құрылымы жүйелі және академиялық талаптарға толық сәйкес келеді. Қорытындылар нақты, мазмұны терең, грамматикалық және стилистикалық жағынан сауатты ресімделген. Диссертация ескертілген. Диссертациялық жұмыс мазмұнын жағыны толық, құралымы жүйелі және ғалымы талаптарға сай жазылған. Маңызды ескертулер жоқ. Докторант мақаламдарған зерттеу тақырыбы бойынша ғалымы дейінге диссертация мақалар сериясы нысалған қорған жағдайын ресми конрецензенттар докторантын зерттеу тақырыбы бойынша әр мақаласының ғалымы дейінге зерделеді. Диссертациялық жұмыс зерттеу нәтижелері негізге жазылған, ғалымы мақаларымен қамтамасыз етілген. Докторант 4 ғалымы жариялаған бар, оның ішінде Scopus базасында енген шетілген рецензиялықты журналда жариялған мақаласы зерттеу нәтижелерге халықаралық деңгейде ғалымы маңыздылығын көрсетеді. Мақалаларда зерттеу тақырыбы мазмұнды түрде ашылған және диссертациямен тығыз байланысты. Ресми рецензентті шешімі. Диссертациялық жұмыс философия доктор PhD ғалымы дәрежесін алу үшін қойылатын талаптарға сәйкес келеді. Зерттеу өзектілігімен, ғалымы жанрлығымен және практикалық маңыздылығымен ерекшеленеді. Қойылған мақсаттар мен міндеттер орындалған, нәтижелер нақты және дәлелді жоғары келтірілген негізінде. Рүстембек Жансая медицина мамандығы бойынша философия доктор PhD дәрежесін беру ұсынылады. Рахмет. Құрметті Зайтуна Гадиловна, сізге жұмысты жан-жақты мұқият талдағаныңызға, уақытыңызды бөлгеніңізге, сараптағаныңызға көп рахмет. Еще қазақша айтып бердім. Рүстембек қызы Жансая бірінші ресми сарапшыға жауап беруіңізге болады. Аса құрметті Зайтуна Гадиловна, өзіңіздің уақытыңызды бөліп, осылай әділ рецензия жасап, талқылауда, диссертациялық жұмысты талқылауда көмектескеніңіз үшін және осындай әділ рецензия жасағаныңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Қанағаттанасыз ба, құрметті Зайтуна Гадиловна, жауабына? Сөз екінші ресми рецензентке Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің номер 2-ші ішкі аурулар кафедрасының меңгерушісі, медицина ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор Құрманалина Гүлнара Лұқпан қызына беріледі. Саламатсың. Аса құрметті диссертациялық кеңесінің төрайымы және мүшелері. Сіздердің назарларыңызға Рүстембек қызы Жансаяның жүктілік алдындағы семіздікпен ауыратын жүкті әйелдерге қабыну медиаторлары мен
темір алмасуының молекулалық маркерлерінің қауымдастығы тақырыбындағы философия докторы PhD ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылған 8D100 медицина мамандығы бойынша диссертациялық жұмысына ресми рецензент ретінде пікірімді білдіруге рұқсат етіңіз. Рүстембек қызы Жансаяның зерттеу тақырыбы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі жүкті әйелдердегі анемия және семіздіктің патогенетикалық байланысы. Бұл тақырып ұлттық ғылыми техникалық бағдарламамен 2020-25 жылдарда арналған ғылымды дамыту тұжырымдамасына сай келеді. Диссертациялық жұмыс Қазақстан Республикасы үкіметінің жанындағы жоғары ғылыми техникалық комиссиямен белгіленген ғылымды дамытудың басым бағыты өмір және денсаулық туралы ғылым шеңберінде орындалған. Диссертациялық жұмыстың құрылымы, мазмұны тақырыпқа сай, логикалық тұрғыда ретімен, барлық бөлімдер өзара өзекті және логикалық байланысты жазылған. Бұл ішкі бірліктің сақталғанын көрсетеді. Диссертациялық жұмыстың мазмұны тақырыпқа толықтай сәйкес келеді. Зерттеу мақсаты мен міндеттері жүйелі түрде орындалған. Жұмыстың құрылымы, логикасы және бөлімдерінің мазмұны зерттеу тақырыбын жан-жақты ашып көрсетеді. Диссертациялық жұмыс жеткілікті клиникалық материалда орындалған. Әдіснама, материалдар мен әдістер бөлімінде егжей-тегжейлі сипатталған. Әдіснаманы таңдау дұрыс негізделген. Диссертациялық жұмыс статистикалық талдаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдана отырып, әрбір міндет үшін тиісті дизайнды пайдалана отырып жүргізілген. Зерттеудің әдістемесі мен әдістері негізделген және диссертацияның мақсатына толықтай сәйкес келеді. Нақты жазылған деп санаймын. Алғашқы кезеңде диссертант негізгі және салыстырмалы топтардың клиникалық және зертханалық сипаттамаларын беріп, статистикалық өңдеу жүргізілген. Келесі кезеңде регистрациялық семіздігі және немесе анемиясы бар жүкті әйелдерде қабыну маркерлері мен темір алмасу көрсеткіштері зерттелген. Үшінші кезеңде алынған мәліметтерге талдау жүргізіліп, перинаталдық нәтижелермен байланысы анықталған. Соңғы кезеңде зерттеудің барлық кезеңдерінде алынған деректерге корреляциялық және регрессиондық талдау жүргізіліп, олардың арасындағы патогенетикалық байланыстар көрсетілген. Диссертант Рүстембек қызы Жансая регрессия әдісін қолдана отырып, регистрациялық семіздігі бар жүкті әйелдерде анемияның даму қаупіне ықпал ететін негізгі факторларды анықтаған. Зерттеу нәтижесінде гепсидин, интерлейкин 6, C-реактиві ақуыз, ферритин және эритроpoietin сияқты биомаркерлердің анемия мен статистикалық тұрғыда мәні байланысты анықталған. Алынған мәліметтер анемия дамуын жоғары дәлелдікпен болжауға мүмкіндік береді. Бұл темір алмасуы мен қабыну көрсеткіштерін жүктілікке дейінгі кезеңде бақылаудың маңыздылығын дәлелдейді. Зерттеу жұмысы семіздіктің төмен дәрежелері созылмалы қабыну үдерісі арқылы темір метаболизмін бұзып, анемияның патогенезіне әсер ететінін көрсетеді. Бұл деректер Қазақстан популяциясы үшін маңызды патогенетикалық механизмді сипаттайды және аурудың алдын алу мен ерте диагностикасына арналған жаңа клиникалық тәсілдерді әзірлеуге негіз болады. Осы диссертациялық жұмыстың нәтижелері медицина ғылымының дамуына үлеулі үлес қосады. Жұмыстың маңыздылығы жақсы ашылған және гестация алдындағы семіздігі бар жүкті әйелдерді жүргізудің өзекті мәселесіне негізделген. Бұл жұмыстың нәтижелері гестация алдындағы семіздігі бар жүкті әйелдердің қабынуы мен анемиясын ерте диагностикалау мен болжауға, сондай-ақ анықталған қатер топтарында терапия мен алдын алу тактикасын айқындауға мүмкіндік береді. Диссертациялық жұмыс аяқталған, өз бетінше орындалған ғылыми еңбекті білдіреді. Жұмысты орындау барысында Рүстембек қызы Жансая зерттеуді ұйымдастырудың барлық кезеңдерінде
клиникалық материалды теру кезінде, пациенттерді тексеру кезінде белсенді қатысқан. Ол өз бетінше деректер базасын құрып, статистикалық өңдеу орындап, және алынған нәтижелерді түсіндіріп, тұжырымдап және тәжірибелік ұсынымдар жасаған. Жоғарыда көрсетілген мәліметтер зерттеушінің диссертациялық жұмысты орындау процесіндегі дербестігінің жоғары деңгейін растайды. Диссертациялық жұмысты алынған ғылыми нәтижелер жаңа екені айқын. Алғаш рет қазақстандық популяция арасында преддистациялық семіздігі бар жүкті әйелдердің анемиялық даму механизмдері, темір алмасу және қабыну маркерлерінің гепсидин, интерлейкин 6, цереактивті ақуыз, ферритин, эритропоэтин деңгейлерін зерттеу арқылы кешенді түрде бағаланды. Зерттеу нәтижесінде қабыну маркерлері мен анемия арасындағы айқын байланыстар анықталды. Бұл биомаркерлердің диагностикалық және болжамдық құндылығы логистикалық регрессиялық модель арқылы дәлелденген. Алынған мәліметтер темір тапшылығына байланысты анемияны ерте анықтауға және алдын алу шараларын дер кезінде ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Алынған нәтижелер және олардың жоғары деңгейдегі жаңалық дәрежесі философия доктор PhD дәрежесін алуға арналған диссертацияға толықтай сәйкес келеді. Рүстембек қызы Жансая жүргізген ғылыми зерттеу нәтижесінде жоғары дәрежелер саналық пен логикалық негізделген қорытындылар тұжырымдалған. Автор ұсынған болжамдық модель және патогенетикалық алгоритм сияқты негізделген жаңа әдістер семіздікпен байланысты анемияны диагностикалау және болжауға арналған құралдар ретінде ұсынылады. Жүкті әйелдердің қатер топтарын уақытылы анықтауға, терапия мен профилактика тактикасын анықтауға мүмкіндік береді. Осы жаңа әдістер жүкті әйелдерді жүргізу бойынша скринингтік бағдарламаларда әзірлеу кезінде пайдалануға мүмкіндік береді. Диссертацияда көрсетілген және қорғауға ұсынылған барлық негізгі ережелер дәлелденген, тривиальды емес, жаңа, қолдану деңгейі кең, автордың мақалаларында дәлелденген. Диссертациялық жұмыстың негізгі ережелері мен нәтижелері 4 ғылыми мақалада баяндалған. Оның ішінде 3 мақала Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі ұсынған журналда, ал біреуі Scopus және Clarivate Analytics деректер базасында кіретін басылымда жарияланды. Әдебиет шолу бөлімінде де зерттеу нәтижелерін талқылау барысында да заманауи отандық және шетелдік дереккөздер кеңінен қолданылған. Бұл жұмыстың ғылыми негізділігі мен алынған нәтижелердің сенімділігін арттырады. Диссертациялық жұмыста барлығы 193 әдеби дереккөз пайдаланған. Олардың 153-і әдеби шолу бөлімінде қолданылған. Бұл саны жеткілікті болып табылады және зерттеліп отырған мәселенің тақырыбын жан-жақты ашуға мүмкіндік береді. Диссертациялық жұмыста ұсынылған тәжірибелік ұсыныстар жаңа болып табылады және темір алмасу мен қабыну маркерлерін бағалау арқылы жүктілікке дейінгі семіздігі бар жүкті әйелдерде анемияны ерте анықтау мен оның алдына алуға бағытталған. Бұл тәсіл анемияның даму қаупін жоғары дәлелдікпен болжауға мүмкіндік береді және әрбір жүкті әйелге жеке диагностикалық және жеке емдеу жоспарын құруға ықпал етеді. Сонымен қатар зерттеу нәтижелері перинаталдық асқынуларды, гестациялық диабет, гипертензия, ірі ұры, иық дистациясы, төмен ақтар балы даму қаупін бағалауда қолдануға негіз болады. Алынған мәліметтер клиникалық тәжірибеде қолдануға жарамды және еліміздегі акушерлік гинекологиялық тәжірибені жетілдіруге өз үлесін қоса алады. Тәжірибелік ұсыныстар жаңашыл сипатта болып табылады және жүктілікке дейінгі семіздігі бар әйелдерде анемияны ерте диагностикалау арқылы перинаталдық асқынулардың алдын алуға, сондай-ақ қабыну мен темір алмасу маркерлерін бағалау арқылы патологияның даму қаупін төмендетуге бағытталды. Диссертациялық жұмыс
классикалық ғылыми стильде сауатты және нақты тілмен жазылған. Академиялық жазу сапасы жоғары, мәтінде ғылыми ұғымдардың дәл және қисынды баяндалған. Жұмыстың құрылымы жүйелі, терминология ретімен қолданылған. Диссертациялық жұмыстың ғылыми маңыздылығын төмендететін принципті ескертулер жоқ. Алайда болашақ зерттеулерде ескертуге болатын кейбір ұсыныстар келтіруге болады. Диссертантта ғылыми жұмыстың нәтижелерін тәжірибеге енгізу туралы ресми акттері бар. Зерттеу медицина бағыты бойынша қорғалатын болғандықтан, диссертацияда алынған тәжірибелік нәтижелерді диагностикалық қана емес, клиниктік алгоритм түрінде ұсыну өте орынды әрі пайдалы болар еді. Бұл зерттеу нәтижелерін клиникалық практикада қолдануды жетілдетіп, нақты қадамдарды айқындауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, болашақ зерттеулерде зерттеу нәтижелерінің репрезентативтілігін арттыру үшін Қазақстан Республикасының әртүрлі өңірлерінің пациенттерімен бақылау тобын қамтуды ұсыныс жасауға болады. Сонымен, ресми пікірімді қорытындылай келе, Рүстембек қызы Жансарияның жүктілік алдындағы семіздікпен ауыратын жүкті әйелдерге қабыну медиаторлары мен темір алмасудың молекулалық маркерлерінің қауымдастығы тақырыбындағы философия докторы PhD ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылған 8D-100-100 медицина мамандығы бойынша диссертациялық жұмысын қарастыра келе, ұсынылған жұмыстың аяқталған өзіндік ғылыми жұмыс екенін атап өткім келеді. Диссертациялық жұмыс ішкі бірлік, ғылыми жаңалық, тәжірибелік құндылық, академиялық адалдық қағидаттарын сақтай отырып орындалғанына байланысты Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі дәреже беру ережелері болып табылатын талаптарға толықтай сәйкес келеді. Және оның авторы философия докторы PhD ғылыми дәрежесіне лайық. Рүстембек қызы Жансарияның кандидатурасын философия докторы PhD ғылыми дәрежесін алу үшін комитетке өтініш беруді ұсынамын. Назарларыңызға рахмет. Аса құрметті Гүлнара Лұқпановна, жұмысты жан-жақты талдап, мұқият сараптағаныңызға көп рахмет. Келесі сөз Рүстембек қызы Жансарияға беріледі. Ресми сарапшыға жауап берсеңіз. Аса құрметті Гүлнара Лұқпановна, осы диссертациялық жұмысыма жасаған ресми пікіріңіз үшін, рецензияңыз үшін, өзіңіздің маңызды уақытыңызды бөлгеніңіз үшін және рецензияны жүргізу барысында болашақ зерттеулерге бағыт бергеніңіз үшін алғысымды білдіремін. Рахмет. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, пікір айтуға, жұмысты талқылауға мүмкіндік бар. Вопросы обсуждения. Аса құрметті онлайндағы мүшелер, сіздер талқылауға кірісесіздер ме? Пікір айтуға? Пікірлеріңіз бар ма бұл жұмыс жайында? Ақылбек Балашевич. Мен пікірім тек Жансария Рүстембекқызыға ақжол, темалар өте актуальды. Тағы не айтайын? Самое главное, маған шығаратында ол тек именно клиникалық практика жағынан өте маңызды, өте жақсы көмек көрсетеді. Ойланамын мен. Так что содан кейін айтатын тек ақ жол и удачи деген ғой. Рахмет. Рахмет сізге. Тағы диссертациялық кеңес мүшелері пікірлеріңіз бар ма? Давайте я тоже скажу. Вообще диссертантом выбрана достаточно сложная проблема. Казахстан вообще является такой зоной, где очень часто встречается железодефицитная анемия, а у беременных это фактически в нашем регионе, я думаю, что 100%. И без соответствующего лечения, если
профилактики происходит. Но вот здесь я смотрю, почти вся кафедра шестой гинекологии в полном составе пришли. Я думаю, не только поддержать диссертанта, но и это действительно работа, которая вызывает такой серьезный интерес именно у врачей-акушеров-гинекологов, потому что здесь на стыке действительно двух таких специальностей серьезных. Но надо сказать, что диссертант у нас справилась с этим, потому что вот, по дизайну и смотреть очень такой понятный, четкий дизайн, то есть четко поставлены цели, задачи, применены современные методы, иммуноферментный анализ. Вот, и результаты, они позволили не только доказать, что различия имеются в группах, да, но самое ценное, я думаю, в работе, это то, что была составлена математическая модель, которая позволяет проводить раннюю диагностику развития анемии, вот именно в сочетании с ожирением. И это, если это внедрить действительно в клиническую практику, и то, что предлагает диссертантам, войдет там, скажем, клинические протоколы диагностики и лечения, я думаю, что это может позволить серьезно сократить количество тех осложнений, которые могут быть во время беременности, во время родов, послеродовом периоде. Поэтому тоже поддерживаю данную работу. Спасибо. Там пікірлеріңіз бар ма диссертациялық кеңес мүшелері? Есть ли еще у кого какие мнения? Ну, мен тогда теперь, кешті соршай теперь, поша сөйлесіңіз Действительно, диссертация очень актуальна, потому что на сегодняшний день, к сожалению, у нас каждая пятая беременная страдает анемией. У каждой восьмой это идет нарушение обмена веществ, ожирение. У каждой десятой у нас имеется нарушение со стороны плода. У каждой 15 женщины это осложнение во время беременности. Наше основное осложнение это акушерские кровотечения, к сожалению. И это, к сожалению, конечно, септические осложнения на сегодняшний день. Но акушерские осложнения, если женщина беременная, еще имеется ожирение. Это обычно женщины многорожавшие. И поэтому, естественно, это группа высочайшего риска. Я думаю, что работа нашего диссертанта, она несет какой-то вклад именно в профилактику и развитие осложнений как у беременных, так и у детей. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день количество преждевременных родов особо не уменьшается. Количество отслойки плаценты тоже у нас имеет большое количество кровотечений. Поэтому проблемы пока у нас остаются. Поэтому я думаю, с внедрением вот этих исследований, обследований, которые мы можем представить нашим женщинам, наверное, может быть какой-то процент женщин оздоровлен, и они уже на роды придут в более здоровом состоянии. То есть, чтобы не было вот этих осложнений, которые мы, к сожалению, большому имеем на сегодняшний день. Рахмет. У нас из Там вот пікірлеріңіз бар ма диссертациялық кеңес мүшелері? Пікірлеріңіз жоқ болса, мен де пікірімді айтып берейін деп едім. Анемия мен семіздіктің өзара қосарлануы болса да, жаңа аса құрметті Зайтуна Гадиловна айтқандай, жүктілерде қантты гестациялық диабеттің, гестациялық гипертензияның, ұрық ақауларының, ұрық түсіктерінің, ұрық өлімінің жиілігін арттыратыны сөзсіз, сондықтан бұл жұмысының өзектілігі де сөзсіз болып табылады. Семіздігі бар жүктілердегі анемияның дамуында жаңағы қабыну маркерлері мен темір алмасудың маркерлерінің көрсеткіштерінің арасындағы байланыс алғаш рет жаңалық ретінде анықталып отыр. Оның ішінде гепсидин деңгейінің маңыздылығы айтылып отыр бұл жұмыста. Гепсидиннің жоғарылауы жаңағы анемияға әкелуі мүмкін, темір сіңірілуінің төмендеуіне байланысты деп отырсыз. Оның ішінде бұл семіздігі бар жүктілерде анемияның дамуының диагностикалық алгоритмі алғаш рет ұсынылып отыр. Осы алған деректер семіздігі бар жүктілерде анемияның алдын алуға және емдеуге, оны реттеуге, жетілдіруге мүмкіндік береді деп ойлаймын. Диссертант өзінің жұмысын жан-жақты тиянақты бізге баяндап берді, жұмысын жақсы біледі.
сұрақтарға жан-жақты, тиянақты, жақсы жауап берді деп ойлаймын. Сондықтан осы айтылғандарды қорытындылай келе диссертантты қолдауға ұсынып отырмын. Тағы сөйлейтін адамдар бар ма? Жоқ болса, онда құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, ғылыми жетекшісі, медицина ғылымдарының докторы, профессор Тайжанова Дана Жұмағалиқызына сөз берейік. Дана Жұмағалиевна, Жансая Рүстембекқызына мінездеме берсеңіз. Аса құрметті диссертациялық кеңестің төрайымы Шанмелина, диссертациялық кеңестің мүшелері, бүгінгі қатынасып отқан ресми рецензенттер, қонақтар, ең бірінші айтайын дегенім сіздерге көп рахмет. Осы диссертациялық жұмысқа көңіл дәлелдеуге қатынасып отырғаныңыздарға. Қысқаша айтқанда, бұл диссертациялық жұмыс Жансая Рүстембекқызының қазіргі кездегі ең өте сондай маңызды тақырыпқа арналған, өйткені қалыпты клиникалық практикада темір тапшылық, анемия сондай көбіне кешірек диагностикалық жасалады. Сол клиникалық көріністері асынып кеткенде жәте темір саны өте көп, өте төмен түсіп кеткен кезде. Сондықтан көбіне бұл анемия жаңа ресми рецензенттер айтып кеткендей өте көп асқынуларға алып келеді. Сондықтан енді қысқаша айтсам, диссертациялық жұмыс бір жағынан патогенетикалық механизмін дәлелдеді. Ең бірінші осы семіздігі бар жүкті әйелдерге анемияның даму кейбір патогеникалық механизмдері ең бірінші. Екіншісі сол маңызды деп ойлаймын, өйткені практикалық ұсыныстар ең бірінші акушер-гинекологтардың практикасына да, және терапевттердің, басқа дәрігерлердің осы жүкті әйелдермен кездесетін маңызды жағдай деп ойлаймын. Өйткені темір тапшылық анемия кезінде емес, клиникалық көріністер бар кезінде, сол функционалды сатысында темір тапшылық жағдай жаңа ғана басталып жатқанда ерте диагностика жасау сол маңызды бүгінгі клиникалық практикада. Екіншіден, ерте диагностика сол жүкті әйелдерде болатын асқынулардың алдын алу. Сол ең бір маңызды жағдай деп ойлаймын. Ал енді жеке қасиеттеріне келсек, Жансая Рүстембекқызы атап өтуге болады, сондай еңбекқорлығы бар, сондай көпті, өзі ғылымға сондай адалдығы адам. Осы ғылыми жұмысты жасаған кезінде сол жоғары өзінің деңгейін көрсетті, өзінің жүйелі түрде ғылыми жұмыс жүргізетін зерттеуші деп атауға болады. Сондықтан бұлай жалпы айтқанда осы диссертациялық жұмысты ғылыми қазіргі кездегі талаптарға сәйкес Жансая Рүстембекқызы сондай клиницист, өзі гинеколог, сондай кафедрасымен де, меңгерушісімен де сондай
қосылып терапевттермен де қосылып сондай терең осы жұмысты жасады. Сіздерге көп рахмет. Аса құрметті Дана Жұмағалина, көп рахмет сізге. Рұқсат етсеңіздер, шетелдік ғылыми кеңесші, медицина ғылымдарының докторы, медициналық білім беру институтының денсаулық сақтауды ұйымдастыру және қоғамдық денсаулық кафедрасының профессоры, Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің акушерлік гинекология және репродуктология кафедрасының доценті Камличенко Эдуард Владимировичке берсек, Жансая Рустембекқызына мінездеме берсе. Глубоко уважаемые коллеги, слово предоставляется второму консультанту, зарубежному консультанту, профессору Санкт-Петербургского медицинского университета Камличенко Эдуарду Владимировичу. Глубоко уважаемые члены диссертационного совета, слышно меня хорошо? Добрый день. Слышно? Ну, сегодня мы, несомненно, стали свидетелями представления важного и весьма актуального научного исследования, проделанного доктором Жансая Рустамбековой. С моей точки зрения, работа продемонстрировала высокий научный уровень владения современными методами анализа и глубокое понимание клинических аспектов беременности в контексте гестационного и предгестационного ожирения. Автор успешно обосновал значимость биомаркеров и представила модель, которая имеет практическую ценность. Со своей стороны, я испытываю чувство особой гордости и удовлетворения от участия в совместной работе, проделанной на таком высоком уровне доктором Жансая Рустамбековой. Хочу отметить, что результаты проделанной работы не менее актуальны и для населения СНГ и Российской Федерации, и мы, несомненно, будем учитывать эти результаты в своей профессиональной деятельности. Спасибо. Аса құрметті Эдуард Владимирович, пікіріңізге көп рахмет. Глубоко уважаемый Эдуард Владимирович, большое спасибо. Құрметті әріптестер, қазір біз дауыс беру рәсіміне кірісуіміз керек. Дауыс беру рәсімі туралы айтпас бұрын біз санақ комиссиясын сайлауымыз қажет. Санақ комиссиясы келесі құрамда ұсынылады. Хамидуллина Зайтуна Гадиловна, профессор, Азизов Илья Сулейманович, профессор, және Стабаева Лейла Медубаевна. Осы құрамға қатысты қарсылықтар бар ма? Есть ли возражения? Егер қарсылықтар болмаса, онда санақ комиссиясының құрамы бекітіледі деп ойлаймын. Біз шешім қабылдай алатын 4 тармақ бойынша дауыс береміз. Дауыс беру WhatsApp арқылы онлайн режимде өтеді. Сізге 4 сілтеме ұсынылады. Сіз қажетті сілтемені таңдап, сол бойынша өтесіздер. Чатта сілтемелер бар ма? Қарап көріңіздерші. 4 сілтеме. Бірінші сілтеме комитеттің алдында философия докторы дәрежесін беру туралы өтініші білдіру. Екінші сілтеме диссертацияны пысықтауға жіберу. Үшінші сілтеме диссертацияны қайта қорғауға жіберу. Төртінші сілтеме комитеттің алдында философия доктор дәрежесін беру туралы өтініші білдіруден бас тарту. Әріптестер, барлығы түсінікті ма? Онда түсінікті болса, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері дауыс беруге кірісуге болады. Онда дауыс беру үшін қазір 5 минутқа үзіліс жасайық. Может, вы это Медубаевна разъясните еще? У нас тут рецензенты, да, должны еще? Да. Диссертация кеңес жұмысы бойынша уақытша
Согласно работе диссертационного совета и типовому положению, в тайном голосовании участвуют как временные члены, так и официальные рецензенты. Ссылки отправлены в чат, созданный мною заседание по Рустембековой Жансае. Вам нужно выбрать нужную ссылку и пройти по ней. Если у вас запросят ваши данные, вы можете поставить любую цифру. Сонымен құрметті әріптестер, жасырын дауыс беру рәсімі аяқталды. Құрметті әріптестер, жасырын дауыс берудің нәтижелерін жариялау үшін сөзді санақ комиссиясының төрайымы профессор Зайтуна Гадиловнаға береміз. Есеп комиссиясын номер 1 хаттамасы. Есеп комиссиясы Караганды медицина университеті жанындағы медицина мамандығы бойынша 25 жылдан маусымдан отырылсында келесіндік құрамды сайланған. Хамидуллина Зайтуна Гадиловна, Азизов Илья Сулейменович, Сатыбаева Лейла Медеубаева таңдалды. Есеп комиссияның төрағасын сайлау жөнінде шешімі есеп комиссияның төрағасында ретінде Хамидуллина Зайтуна Гадиловна сайлау. Bir ауыздан сайлады. Есеп комиссияның мүшелері Хамидуллина, Азизова, Стабаева. Есеп комиссиясы Караганды медицина университетінің қазақ жаналық медицина мамандығы бойынша 20-25 жылдан 10 маусымдағы отырысында келесі қорымды сайланған. Диссертацияда кеңесінің 8 мүшесі, 8 қатысы. Философия доктор PhD дәрежесін алу үшін дауысқа түскен Рустембекқызы Жансаян. Комитеттің алдынға философия доктор PhD бойынша доктор дәресін беру үшін комитетке ұсынысын жасалу. Рахмет. Рахмет, Зайтуна Гадиловна. Аса құрметті диссертациялық кеңес мүшелері санақ комиссиясының хаттамасын ашық дауыс беру арқылы бекіту туралы ұсыныс бар. Қарсылықтар бар ма? Қарсылықтар жоқ. Кім қолдайды? Кім қарсы? Рахмет. Осылайша диссертациялық кеңес бір ауыздан дауыс берді және Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетіне медицина білім беру бағдарламасы бойынша Жансая Рустембекқызына философия докторы PhD дәрежесін беру туралы өтініш білдіретін болады. Диссертантқа сөз бермес бұрын диссертациялық кеңесінің шешімін келесі редакциялықта оқуға рұқсат етіңіздер. Медицина білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңес Рустембекқызы Жансаяның медицина білім беру бағдарламасы бойынша жүктілік алдындағы семіздікпен ауыратын жүкті әйелдерде қабыну медиаторлары мен темір алмасуының молекулалық маркерлерінің қауымдастығы тақырыбындағы диссертациялық жұмысын көпшілік алдында қорғауын ғылыми пікірталасты жасырын дауыс беру нәтижелерін негізге ала отырып, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетіне философия докторы PhD дәрежесін беру туралы өтініш білдіреді. Қарсылықтар бар ма? Қарсылықтар жоқ. Сөз кезегін Жансая Рустембекқызына беруге рұқсат етіңіздер. Жалпы осы диссертациялық жұмысты жүзеге асыруда зертханалық жұмыстардың барлығы толықтай Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде жүргізілген болатын. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің ректоры және Тургунов Ермек Мейрамовичке осы зерттеу жүргізуде қолдау білдіргені үшін
алғысымды білдіргім келеді. Және осы арнайы Астана қаласынан келіп отырған рецензия жасау үшін Хамидуллина Зайтуна Гадиловнаға алғысымды білдіргім келеді. Және өзінің уақытын бөліп осы рецензия жасап, өзінің әділ рецензиясын берген Курманалина Гүлнара Лукпановнаға өзімнің алғысымды білдіргім келеді. Және өзімнің ғылыми жетекшілерім Тайжанова Дана Жумагалиевна және Камличенко Эдуард Владимировичке үнемі кеңестер беріп, осы диссертациялық сұрақтарыма үнемі бағыт беріп, талқылау жүргізіп, үнемі қолдап жүргендері үшін алғыс білдіремін. Және диссертациялық кеңес төрайымы Бакирова Рышан Емелевнаға және диссертациялық кеңес мүшелеріне барлығына өзімнің алғысымды білдіремін. Сонымен қатар акушерлік гинекология және перинатология кафедрасының меңгерушісі Амирбекова Жанна Тюменбаевнаға қолдау үшін және көмегі үшін алғысымды білдіргім келеді. Және осы акушерлік және гинекология және перинатология кафедрасының оқытушыларына қолдаулары үшін және облыстық клиникалық ауруханасының нөмірі 1 перинаталды орталығының әріптестеріне қолдаулары үшін алғысымды білдіргім келеді. Және сонымен қатар өзімнің туғандарыма барлығына алғысымды білдіргім келеді. Осы зерттеу жұмысын жүргізу барысында көрсеткен көмектері үшін және атсалысқандары үшін. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, диссертациялық кеңестің жұмысы бойынша ескертулеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе нұсқауларыңыз бар ма? Егер ескертулер болмаса, онда барлық диссертациялық кеңес мүшелеріне, ресми рецензенттерге, қатысып отырған әріптестерге және отырысқа қатысқан, пікірталасқа белсенді қатысқан барлықтарыңызға көрсеткен сабырлықтарыңыз үшін алғыс білдіремін. Барлықтарыңызға аса көп рахмет. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, рецензенттер, әріптестер, ғылыми жетекшілер, осымен диссертациялық кеңестің отырысын жабық деп жариялаймыз. Рахмет сіздерге. Владимир Владимирович, поздравляем вас.